Қонаевтағы көшелер мен жол сапасы жақсарып келеді. Жөндеу жұмыстары қаланың кешенді даму жоспар аясында жүзеге асырылуда. Алдымен қалаға қарасты ауылдық округтерге басымдық берілді. Сарыбұлақ, Ауызек және Қосқұдық ауылдарындағы бірнеше көшеге орташа жөндеу жүргізілді. Жөнделген жолдардың жалпы ұзындығы 21 шақырым. Биыл 16 жаңа аялдама қойды. Былтырлары мүлдем аялдамалар жоқ жерге 34 аялдама қойылған болатын. Жол шұңқырларын жөндеу, жамау жұмыстары биыл жүргізілді. Биыл қала балансына берілген көшпенділер тарихи қалашығына апарар күре жолдың құрылысы да басталды. Бұл жолдың ұзындығы 7 шақырым, ені 10 метр. Қазіргі таңда құрылыс қарқынды. Жоба аясында электр желілері тартылып, автотұрақ пен демалыс аймағы салынбақ. Бұл бағыт туристік әлеуеті жоғары нысан. Ауылды алдық, насиларын жасап отырмыз. Қазір дрессаны бітірдік. Шебенение бүгін бастаймыз. Құдай бұйырса, асфальт бастаймыз. 2 слой асфальт, 12 сантиметр. Снабжениесін тартып отырмыз. Жылдың аяғынан бітіреміз. Ал Қарлығаш шағын аудандағы 6 көшеде асфальт төселіп жатыр. Жол бойына жарық шамдар мен автобус аялдамалары орнатылады. Жобаға 60-тан астам маман мен 20-дан астам техника тартылған. Қалалық әкімдік мәліметінше биылғы жылға жоспарланған негізгі жол жөндеу жұмыстары толығымен аяқталуға жақын. Келесі жылы 8-ші, 9-ші және де 10-ші ықшам аудандарындағы жолдарды жөндеу қарастырылған. Кешенді даму жоспарының аясында тағы да бірнеше жобалар жасалуда қазіргі таңда. Оның ішінде бізде реконструкция дейді, яғни жаңғырту, күрделі жөндеу жұмыстарына бізде 5 көше еніп отыр. Ол железнодорожный көшесі бар, оның ішінде Алматы көшесі бар, құжаттар әзірленіп жатыр. Енді бюджеттің, яғни ақшаның бөлінуіне қарай ол жобалар жүзеге асады деген ойымыз бар. Сонымен бірге қоғамдық көлік бағыттарын кеңейту, жаңа аялдамалар орнату және тротуарлар салу жұмысы жалғасады. Жол инфрақұрылымы жақсарса, қауіпсіз ортада қалыптаспақ. Биыл Балқаш ауданында 7700 гектар жерге күріш егілген. Бұл дақылмен 34 шаруа қожалығы айналысады. Қазір егіс алқаптардың 70% орылып біткен. Әбіш Бірлікбаев басқаратын шаруашылық 1200 гектар жерге күріш екті. Орта есеппен әр гектардан 42 центнерден өнім алынып отыр. Дегенмен, ауа райының қолайсыздығы күріш орағына айтарлықтай кедергі келтірді. Қазір 65 гектар жерімізді түгелдей жаппай бітірдік. Жақсы өнім беріп жатыр. 60-тың үстінен центрден айналып жатыр қазір. Өткенде жаңбыр көп кедергілер кетірді. 1-2 күндей уақытымызды ұстап қалды. Кебін кіремей орып қойған неміз уақытында кеппеді. Сол кешігін кіріп қалды. Алайда шаруалар үшін басты қиындықтардың бірі малдың егістікке кіруі. Жайылымнан қайтқан мал кейде күріш алқаптарын таптап шығын келтіреді. Сол себепті диқандар шабылған алқаптарды күріш толық бастырылып болғанша күзетуге мәжбүр. Ауданда жалпы 28 000 гектар суармалы жер бар. Қолайлы ауа райы сақталса, шаруалар қарашаның суығына дейін өнім жинауды аяқтауды жоспарлап отыр. Жалпы 28 000 гектар алқаптың 7700 гектары бізде күріш алқаптары. Бүгінгі таңда күріш ору науқаны қарқынды жүруде. Қазіргі кезде 4500 гектар жер орылып, 3000 гектар жер бастырылды. Балқаш ауданы бойынша көктемгі дала жұмыстарына 409 тонна дизель отыны бөлінді. Шаруалар жиын терін үшін 143 тонна жанар жағармайды жеңілдетілген бағамен алды. Биыл су жеткілікті болды. Жаз бойы Қапшағай су қоймасынан ілеке секундына 750 текше метр су жіберілді. Жаслан Мәлік өзіне жан-тәнімен берілген нағыз жанкешті құтқарушы. 2023 жылы желтоқсан айында Қордай асуында ауа райы күрт бұзылады. Көліктер асудан өте алмай жүздеген жолаушы қар құрсауында қалды. Сол сәтте Жаслан кәсіби шеберлігімен батылдық танытады. Құтқарушы 115 адамды қауіпсіз жерге жеткізеді. Ол мемлекет басшысының жарлығымен жауынгерлік ерлігі үшін медалімен марапатталды. Не могли выйти они, дверь не может открыть. Олар қар құрсауында қалып, есікті аша алмай тұр екен. Мен қолымен аштым. Алдымен қызды боран ұшырып кетпесін деп арқамен алып шықтым. Қыздың аяғы тоңып қалыпты. Сөйлей алмай тұр, еріндері көгеріп кеткен. Мен бірден күртешемді шешіп,
Оны жылыттым. Сонда ол жылап, мені құшақтап алды. Жасұлан 24 жасында үйленді. Әкемізге ұқсап ел қорғайтын азамат боламыз дейтін ұлдарын отан сүйгіштікке, үлкенге құрмет көрсетуге тәрбиелейді. Сарбаздарымды да өз баламдай көрем. Оларды өмірге, төзімге, жауапкершілікке баулу басты мақсатым дейді ол. Махтарали, вот Сырдарья плотина тогда взорвался. И оттуда уже... Мақтарал мен Сырдарияда бөгет жарылғанда біз барып суды тоқтатуға көмектестік. Фердоуси ауылы түгелдей су астында қалды. Алдымен адамдар қалмады ма деп қарап шықтық. Онда сержанттар мен офицерлер барлығы бірігіп командалық жұмыс істедік. Бүгінде қызметте жинаған тәжірибемді жастарға үйретуге тырысамын. Әріптестері Жасұланды сабырлы мінезі мен адамгершілігі үшін құрметтейді. Ол ұжымдағы сыйлы маман, әрі жас сарбаздарға үлгі болар тұлға. Құтқарушы мамандығы батылдық пен төзімділікті талап етеді. Жасұлан Зейноллаұлы сол қасиеттерді бойына сіңірген. Ол үшін ерлік тек марапат немесе атақ емес, күнделікті қызмет. Талғар қаласында республикалық мың бала мәдени ағартушылық жобасының облыстық кезеңі өтті. Биыл дәстүрлі байқау қазақтың композиторы Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналды. Әдеттегідей бұл жолы да қазақ тілі мен төл мәдениеті, түрлі этнос өкілдерін бір арнаға тоғыстырды. Алматы өңірінің түкпір-түкпірінен жиналған жас таланттар ұлттық өнерге деген сүйіспеншіліктері мен шеберліктерін көрсетіп, сынға түсті. Мен 2-ші сыныптан бері өнер мектебіне қатысамын. Мен қазақ тілінде сөйлеймін, және де мен қазақ тілін құрметтеймін, ардақтаймын. Мен жүрегімен қазақ болып туылдым. Дәстүрлі жоба 13 рет ұйымдастырылды. Байқау Қазақстан Халқы Ассамблеясының қолдауымен өткізілді. Ол бір шаңырақ астына жиналған түрлі этнос өкілдерінің мемлекеттік тілді жетік меңгеруіне деген құлшыныстарын арттырып, жас ұрпақ бойына ұлттық құндылықтарды сіңіріп келеді. Мың бала жобасының мақсаты мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, этнос жастарын мемлекеттік тілге үйренуге баулу. Сондықтан сонымен қатар мемлекеттік тілде таза сөйлейтін этнос жастарын ынталандыру болып табылады. Негізі бұл бүгін өнерлі өрге жүзер номинациясы бойынша байқау өткелі отыр. Жарыс қорытындысы бойынша 6 қатысушы өзгелерден озық шығып қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Жобаның әлеуметтік желідегі челленджіне қатысып, 3000-нан астам дауыс жинаған ең белсенді қатысушы да арнайы жүлдеге ие болды. Осылайша өңірде үздік деп танылған өнерпаздар енді республикалық кезеңге барады. Іле ауданында мүгедектер күні аталып өтті. Іс-шараға мүмкіндігі шектеулі жандар, ата-аналар, әлеуметтік сала мамандары мен қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Игі дәстүрге айналған бұл мерекені облыстық мәслихат депутаты кәсіпкер Нұрлан Лесұлы ұйымдастырды. Қонақтар дастархан басында еркін әңгімелесіп, өнерін ортаға салды. Іс-шараның мақсаты мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қорғау және олардың қоғам өміріне белсенді араласуына жағдай жасау. Әрбір өркениетті мемлекет үшін барлық азаматтардың тең құқықтары мен мүмкіндіктері маңызды. Әсіресе ерекше күтімді қажет ететін адамдардың өздерін қоғамда жайлы сезінуі бәріміздің ортақ міндетіміз, дейді ұйымдастырушылар. Бізде Іле ауданында 5000-нан астам инвалидтер бар, әртүрлі категорияда. Оның ішінде құлақ естімейтіндер бар, мылқаулар бар, соқырлар бар. Менің обществомда 110 зағип жандар бар. Біз зағип жандардың төрт қабырғада отырып қалмас үшін біз қолымыздан келгенше солардың жағдайын жасауға тырысамыз. Қоғамға өте белсене атсалысады.